Адамның істеген жақсы амалдарының бәрін жоққа шығаратын екі амал бар. Біріншісі ғайбат айту, екіншісі Алланың біреуге берген нығметін қызғанып, оған қастық жасау, яғни көре алмау. Ғайбат дегеніміз біреудің сыртынан әңгіме айтып, оның айыбын ашу. Құран кәрімде ғайбат айтуға біреудің көңіліне қаяу түсіруге қатаң тыйым салынады. Және ғайбат айту өз бауырының етін жегенмен тең екенін ескертеді. Біреуді жамандап айтқан сөзіңіз күндердің күнінде өз алдыңыздан шығып, қиындыққа тап болуыңыз мүмкін. Көре алмау, қызғану, Құдайдың біреуге берген дүние мүлкін, қуанышын қызғануда адам бойындағы ең жағымсыз қасиеттің бірі. Қайта өзгенің қуанышына ортақтасқан адамға да сондай қуаныш пен нығмет жұғысты болады деген сөз бар. Сондықтан көңіліңізді кеңге салып, туысыңыздың, досыңыздың қуанышында олардың жанынан табылып жақсы тілек тілеңіз. Жақсымен жанассаң, атаққа ілінерсің, жаманмен жанассаң, шатаққа ілігерсің. Адам жылқы мінезді, бір күнде түлейді, бір күнде жүдейді. Басыңа іс түссе, жақсы көмек етеді, жаман күліп кетеді. Кедейге қарыз бер де, амандығын тіле. Айрылмастай досыңа, қайрылмастай сөз айтпа. Жақсы атың мәңгіге қалсын десең, сүрінгенді сүйеп қой. Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көрерсің. Алдыңа келсе, атаңның құнын кеш. Еңкейгенге еңкей, атаңның қара құлы емес. Шалқайғанға шалқай, пайғамбардың ұлы емес. Ақылың болса, арыңды сақта, ар-ұят керек әр уақытта. Мал сақтама, ар сақта. Адамның ұяты бетінде, адамгершілігі ниетінде. Асыңа тойғызбасаң да, ақ ниетіңе тойғыз. Жат мінезді адамнан жаныңдағы ит артық. Қыз мінезді келсін, ұл өнерлі келсін. Қасқыр мен ұры мінездес, екеуі де түнді аңдиды. Бұлбұл мен гүл мінездес, екеуі де күнді аңдиды. Сүтпен кірген мінез сүйекпен кетеді. Әр қазақ Құдайдан сұрауы керек нәрсе. Құдайдан рахым, пайғамбардан шапағат. Қыдырдан бата, аңшыдан сыралғы. Сырқат жанның көңілін, қарттың қал жағдайын, жетімнің жай күйін, саудың амандығын, ағайынның бүтіндігін, олжадан тәбәрік, қонақтан бұйымтай. Тілеу керек нәрсе, барға тәуба, жоққа сабыр, ауырға төзім, жақсылыққа алғыс, болашаққа сенім, жетістікке шүкір, өткенге салауат, қалғанға береке, басқа амандық, денге саулық. Беру керек нәрсе, үлкенге сәлем, қуантқанға сүйінші, қуанышқа шашу, соғымнан сыбаға, егіннен кеусен, малдан көгендік, балаға базарлық, киімге байғазы, сәбиге көрімдік. Төркін деген қызға қалауын, жаңа көршіге ерулік, досқа естелік, жетімге қол қайыр, мүсәпірге садақа, байлықтан шүлен, үлестіру, тойға сияпат, жас босанған анаға қалжа, сағынғанға сәлемдеме. Бір жамандық болу үшін жарты сағат та жетеді екен. Бір жақсылық болу үшін жарты өмірің кетеді екен. Жаның барың, ермегің де, ақылың сынның өтемекен. Жеме-жемге келгенінде, жақының да бөтен екен. Қаузыңда дәні жоқ, сабан мінезді адам болады. Қарсылдаса көңілі тоқ, қабан мінезді адам болады. Жартыны жарып жеген татулықтың белгісі. Тойсаң, тоба қыл. Жеті жетім, тыңдамаған сөз жетім, күйеусіз тозған бөз жетім, иесіз қалған жер жетім, басшысы жоқ ел жетім, аққу қассыз көл жетім, замандасы қалмаса, бәрінен де сол жетім. Сөз жетім ынтаменен тыңдалмаса, бөз жетім киілместен тозған болса, жер жетім иесі жоқ қалған болса, ел жетім жақсы басшы арман болса, көл жетім қаз қонбаса құстар ұшып, ер жетім жеке қалса тізе құшып, болмаса замаңдасың тойға барма, басына жалғыздықтың торы түсіп. Жақсылық ағаш басында, жамандық аяқ астында.